Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне мынау менің бұқа таситын прицебім. Мынау кәдімгі прицеп. Курганский, российский. Соны шамал биіктеу қып, бұлай дайындадық міне. Рамаға профлистен 40-қа 20. Осылай төртеу қойдық міне. Сосын орталарынан бұлай байланыстырдық. Алдын бұлай істедік. Үш бұрышты болып тұр міне. Жамбасынан қарасаң. Бұлай өзі қысқа. Мынаусымен как раз басы осында шығып тұрады, үш бұрышына. Сомен кеше ана бір бұқаны алып келдім, соңғы сары бұқаны. Осымен сөреп келдім міне өзімнің көлігіммен. Қиналмастан тартып келді. Қазір іші алай болады көрсетейін. Мынау былай түседі. Ой. Кешіріңіздер, ішіне қоқыс толтырып қойғанбыз. Артын мынандай болады. Мынау как лестница болады не. Мініп. Мінеки. Басым мына жерге шығып тұрады, жаңа айтқан үш бұрышты болып былай. Биіктігі де әдемі. Осымен кеше бидайды алып келдім. Неше 620 килограмм болды. Қиналмастан тартып келді әдемі болып. 40 шақырым жерден әкелдім. Бұқаны да 40 километрден алып келдім, 40 шақырымнан. Әне, осындай прицеп дайындап алдық. Газельді жалдаймыз. Өзім көлігімен барып көріп келем. Сосын және газель жалдаймыз. Ол газель 10-15 мың алады. Одан сразу прицебімді тіркеп алам. Барып қарай, мұнаса жүктеп аламыз бірден. Осындай.